Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы түлкі мен тиін. Мысал. Шығарманың авторы Абдрахман Асылбеков. Оқу мақсаты: шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен баяндау. Суретке зер салып қара. Мынау тиін. Ол ағаш басында өмір сүреді, бірақ кейде жерге де түседі. Ол ағаш басындағы жаңғақтармен, саңырауқұлақтармен және жеміс жидектермен қоректенеді. Ол қысқы азық жинайды. Қысқы азығын кептіріп, ұясына жинақтап, өз ұяластарымен бірге өмір сүреді. Мынау түлкі. Түлкі сүтқоректі жануар. Аңдардың ішіндегі айлакер, қу жануардың бірі. Өзінен ұсақ жәндіктерді, жануарларды ұстап жейді. Тышқандарды, құстарды аулайды. Енді тиін туралы және түлкі туралы не білесің? Ассоциация құр. Не, қандай? Дәптеріңнің ортасына тиін және түлкі деп жаз. Тармақтап сызықтарыңды сызып, тиін туралы, түлкі туралы білетініңді жаз. Мысалды тыңда. Түлкі мен тиін. Кездесіп қап қиырда, түлкі айтты: Тиін-ау, 99 айлам бар, сенің жайың қиын-ау. Тиін айтты: Жайды аңғар, жалғыз ғана айлам бар. Сен сияқты тым ерке емеспін мен тайраңдар. Олар сөйтіп тұрғанда, қасқыр жетті бұл маңға. Тиін талға өрмелеп, түлкі қалды тырбаңдап. 99 айлалы түлкі бірден жайрады. Бір айласы тиіннің болып шықты пайдалы. Міне, түлкі тиін екеу кездесіп қалыпты. Түлкі мақтанады: Тиін-ау, сенің жағдайың қиын ғой, менің 99 айлам бар дейді. Сол кезде тиін: мен сияқты мақтаншақ емеспін сен сияқты, менің бір ғана айлам бар дейді. Сөйтіп тұрғанда қасқыр келіп түлкіні жайратып салыпты. Ал тиін қалай құтылды деп ойлайсың? Тиіннің айласы не болып шықты сонымен? Өзің ойланып көр. Мысалды бірнеше рет қайталап оқы. Оқу дикцияңды, сөздерді таза оқуға зер сал. Мысал дегеніміз не? Мысал қысқа оқиғалы шығарма. Мысалдың кейіпкерлері жануарлар, құстар, өсімдіктер болады. Олар шығарма ішінде сөйлейді. Мысалда кейіпкерлер атынан адам бойында болатын кемшіліктер сыналады. Ақыл кеңес айтылатын қорытынды ой болады. Қалай ойлайсың? Түлкінің бойында қандай кемшілік болды? Ал тиіннің бойында қандай жақсылық бар екен? Қорытынды ойыңды жаса. Сен бұл мысалдан не қорытынды жасар едің?